Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін міне қаңтар айының 13-і. Мынау Али бауырымыздың бойынша, сұрауы бойынша міне 18-ші жылғы қашар түсіріп тұрмын. 18-ші жылғы төл бұл. Ол өзі бір рет төл деді. Өзі жуас. Айтпақшы, бұл менің авамда тұр бұл. Осы менің артымда тұр бұзау кезінде. Шөп жеп жатыр. Біреу осы. Енді тағы біреу бар ол да. Ол қырда. Ол бойдақ болғасын тастап кеттім. Бұның төлі бар. Бірақ оның төлі де қырда. Бұның төлі де. Еркек баспақ. Қырға тастап кеттім. Шешесінен айырып. Ал мынау үйдегі сиырларым. Ала сиыр. Алдында жоғалып кетіп қатты. Үйде жүргенде бір жоғалып кеткен, баспағымен далада жүр. Бір ай бұрын ба тауып алып келдім. Көрші ауылдың жігіттері қайта қамақ қойыпты, рахмет. Жоғалып кетер деп, сол хабар келіп, көрші ауылдың жігіттерінен алып келгем. Ал мынау 20-ші жылғы төлдер, яғни баспақтар. Мынау қырдан келген баспақ, бұның шешесі қырда. Ар жағындағы жаңағы ала сиырдың баспағы. Мынау сарғасқа ақиық, оның шешесін сатып жүрдім. Мынау кішкене бұзау кезінде ауырын қырат. Көзгіл келген еркек баспақ. Бұның да шешесін сатып жүрдім. Бізде бір. Мына жаққа бұрылсақ, бұл жақта қойлар бар. Бұлан бәріне шөп салып қойдым. Мынау деуге келсек, бұл бітпеген орын. Мына жерде малдың жатақтары бар. Бұл жерлерде сиырлар, бана екі сиырым жатады. Ал мына жерде үлкен сиырым тұр. Оған шөбін салып қойдым. Жемін бердім, суын іштен суарып қоямыз. Іштен суарам бұны. Бұл туған сиыр. Мынау бұрышта төлі жатыр. Бұзау, шуар бет еркек бұзау. Әзірге осы. Келесіде кездескенше сау болыңыздар. Менің арнама жазылыңыздар. Міне, мынау. Я. Маған кісі келіп тұр екен, жақсы, сау болыңыздар. Қазір барам.